Қазіргі заман Алла кәпірлерге орай берген заман. Бүгінгі түркі моңғол халықтары, сонау өткен замандарда ата-бабаларымыз Азия, Европаны ат тұяғымен таптап, Африкаға атын суарған. Ғұн, сәнби, түрік, моңғол болып, мына дүниені билеген дейді. Ал Қытайларда біздің 5000 жылдық тарихымыз бар. Ата-бабаларымыз кезінде батыста Арал теңізін, шығыста Тынық мұхит Жава аралына дейін билеген. Көшпенділердің тарихын дерлік біз жаздық. Әйтпесе, олар өткенін білмеседі. Ұлы Қытай қорғанын салдық деп кеуде қағады. Орта шығыстағы халықтар да өздерінің 7000 жылдық өте көне тарихын, пирамидасын, жазу сызуларын айтып мақтанады. Орыс елі де алып империясымен мақтанады. Ал қазір сан мың жыл бойы қараңғылықта қалып, хайуан сияқты өмір сүрген Европа және еврей халықтары Алла қалауымен бертінгі бірнеше ғасырда күш ала бастады. Бірақ жал біткен соң олар да технология, ғылым, білім бізде, бізге ешкім жетпейді деп мақтануда. Демек барлық халық өздеріне сәйкес замандарында Алла қалауымен күшті ел болып, біраз дәуреңдеген, дүниеге әйгілі болған. Ал ақиқатында олар өздері мықты болғандықтан бұлай күшті ел болмады. Бірақ Алла оларға сол кезде оларға орай бергендіктен ғана олар күшті ел болды. Алла әр халыққа орай беріп келген. Қазір адамдар ақш, Европа мен еврейлер дүниені билеп жатыр дейді. Иә солай. Себебі біз дүние бітуге аз қалған ақыр заманда тұрмыз. Пайғамбарымыз ақыр заманда кәпірлердің, еврейлердің үстемдік құратынын айтып кеткен. Әулиелер бұл хақында, еврейлер тажалды күтуде. Олар дүниені Мәхди шыққанша 40 күн, яғни мәлім қысқа жыл билейді. Алла оларға осы кезде орай берген дейді. Демек ешкім өзінің күштілігімен күшті болмайды. Тек Алла орай берсе ғана күшті бола алады. Еңбекпен құлшылыс одан кейінгі себеп қана. Не құлшынбайды? Барлығы құлшынады. Жаңа туған төлде туыла салып құлшынады емес пе? Сондықтан Алла қалауы болмаса, Алла орай бермесе, ештеңе өнбейді. Ешкім күшті бола алмайды. Қазір ақыр заманда Алла кәпірлерге орай берді. Сондықтан олар үстем болды. Бұл мұсылмандардың Алла жолында дұрыс жүрмеген үшін берілген жазамен сынақ еді. Ал Мәхди Хазіреттің келуінің шарты да сол. Бірақ кәпірлер ұзақ тұра бермес. Олар Мәхди Хазіреттің келіп, исламды оятуымен түгел жоқ болады. Жер шарында күпірлік жойылады. Күллі адамзат мұсылман болады. Әлемге ислам діні орнайды. Жұрт осы заманның адамдары ақылды болғандықтан ғылым, технология дамыды, көп жаңалық ашты деп ойлайды. Жоқ, олай емес. Алла осы заманда осыншама көп дүниелік білімнің ашылуын қалады. Ол сондықтан осылай болды. Адамдардың ақылдылығымен қатыссыз. Мәхди Хазірет келгенде қазіргіден миллион есе озық болған мұғжизалар заманы орнайды. Қазір шайтан мен кәпірлерге ешкімнің шамасы келмейді. Сондықтан қазір тыныш жүріп, яғни өтірік өліп, әр мұсылман өз нәпсісіне жихад жасайтын үлкен жихадтың заманы. Бірақ Мәхди Хазірет шығады. Демек үміт алда. Алайда оған дейін адамдар бірдеңеге ұрынып қалмай, өздерін аман сақтауы керек, яғни өтірік өлі тұруы керек. Бұл заман қолға қару алып соғысатын заман емес, Мәхди Хазіретті күтіп, өз нәпсімізбен соғысатын заман. Мұсылмандар Османлы сияқты халифасы болса ғана, халифат әмірімен соғысқа шығуына рұқсат етілген. Ал басқа жағдайда олардың ісі дұрыс болып саналмайды.